Сәлем достар, сіздермен ауызнамай подкасты Қостанай облысы Қазақстан халқы ассамблеясының бастауымен, оның ішінде ассамблея жастарының қолдауымен бүгін бізде ұстаздар күні, мұғалімдер күні, барлық ұстаздарды шын жүректен құттықтаймыз. Және де бүгін бізде қонақта осы біздің облысымыздың ұстаздары еңбегі мектепте білім саласында еңбек етіп жүрген біздің керемет ұстаздарымыз. Қош келдіңіз қыздар деп айта берейін енді, шынымен де мұғалімдер деп андай бір официально болмай қойсын, басында айтып кеттім ғой. Бүгінгі біздің подкастқа қош келдіңіздер. Көргенімізге қуаныштымыз. Мерекелеріңіз құтты болсын. Енді бұл біздің қыздар қазақ тілін де жетік меңгерген, шынымен де қазақ тілін жақсы білетін қыздар. Бүгін мен ойлаймын осы жалпы қазақ тілі туралы, осы білім саласындағы балалар жаңағы білім саласындағы өздеріңізге еңбектеріңізде өткен жолдарыңыз туралы осы подкастта айтатын болады шығармыз деп ойлаймын. Және де енді сұрақтан бастаймын. Бірінші сұрақ, жалпы осы мұғалім боламын деген қайдан келді? Менің ойымша мұғалім ол жүректің қалауымен, жүректің шақыртуымен болатын сияқты. Ол екінің бірі мұғалімдікке бара бермейтін сияқты. Жалпы енді осы сізден бастайық. Мұғалімдікке қалай келдіңіз? Бірінші сол сұрақтан бастайық. Как вы пришли к этому? Қазақ тілін үйрену жолым өте қызықты басталды. Бала кезінен бастап мен қазақ тілін ұнамайтын тіл болды. Бір күнде мен қазақ тілінен 2 алдым. Үйге келіп, менің әкем мені қатты ұрысқан. Өлеңдерді жаттамайынша сен бөлмеден шықпайсың деді. Вот сол күннен бастап мен қазақ тілін үйренуге басталдым. Сонда сіздің әкеңізге рахмет, шынымен де осылай. Жалпы ал осы ұстаздық жолға қалай келдіңіз осы? Как вы решили, что вы будете именно учителем, преподавателем? Мектептен бітіргеннен соң кейін мен қазақ бөліміне оқуға түстім. Қазақ тілі әдебиеті? Иә. Вот. Балалармен жұмыс маған ұнайды. Работа с детьми, это вас мотивировало или что, вам нравится? Балалармен жұмыс істеу, оларды оқыту, бір нәрсеге үйрету, маған өте ұнады. Содан бастап өзіңіз мектеп кезіңізден армандандыңыз ба, мұғалім болам дегеніңізді? Иә. Да, тамаша, керемет. Және де сіз бүгінде осы арманыңызға жетіп отырсыз. София ханым, сізге де енді дәл сондай сұрақ. Жалпы осы қазақ тілді қалай үйрендіңіз, қалай жаңағы бастадыңыз деген сияқты? Мен интернационалдық отбасында тәрбиеленгем. Атам қазақ ұлтынан, әжем орыс ұлтынан. Бала шағымнан мені ата қазақ тіліне үйреген. Кішкенеден сөздер айтқанмын қазақша тілінде, сонымен қайталап бала кезімде балабақшаға қазақ тобына берген. Балабақшаны бітірген кезде мен бірінші мектепке барған қазақ тобына бүкіл балалардан мен орыс қыз болдым. Қазақ тобында мен жалғыз орыс қыз болдым. Получается, сіз бірінші сыныпқа барасыз, бірінші сыныпта бәрі қазақтың балалары арасында сіз ғана, өзге этнос өкілі. Сосын 9-шы сыныпта болған кезде бізге колледждардан келген, профориентация өткізіп, сонда мен ойлағам биші боламын деп, сосын музыкант боламын деп ойлағам. Но сердцу не предскажешь. Тәрбиеші мамандығын таңдадым. Өйткені мен балаларды жақсы көрем. Отбасымызда 5 бала болғанбыз. Соған қарап ойлағам тәрбиеші боламын деп. В общем, өзіңіз жаңа көп балалы семьядан, отбасынан шыққаннан кейін, жан-жақта балалар көп болғаннан кейін өзіңіз тәрбиеші боламын дедіңіз, Тамаша, керемет. Енді шынымен де осы біздің Қостанай облысына, Қостанай өңіріне жалпы ұстаздар күні менің ойлаймша ерекше күндердің бірі де. Өйткені ұлт ұстазы алғашқы мектеп ашқан осы ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынов ошақтікі, Ыбырай Алтынсарин біздің алғашқы осы Торғай өңіріне мектеп ашқан осы елдің азаматы, осы Торғай Тобыл өңірінің азаматы. Және де менің ойымша осы ұстаздар күні біздің облысымызға ерекше мерекелердің бірі деп ойлаймын.
Енді мындай сұрақ, жалпы қазіргі балалардың поколениясы бұрынғы поколениеден үлкен айырмашылық бар ма негізінде? Есть различия, вот, да, вот раньше какое было поколение, да, и сейчас дети, которые учатся, какое поколение. Есть разница между ними? Әрине бар. Бар ма? Қандай? Қай жерден байқайсыздар сол айырмашылықты? Как вы замечаете? Наверное, бүгінгі оқушылар, бүгінгі оқушыларда оқуға қызығы жоқ. Қызығы жоқ, иә. Сосын можете на русском говорить, если вам затруднить? Орысша айта берсеңіз болады. Да? Я просто даже на русском не знаю, как что сказать. Наверное, сейчас дети вообще другие, нынешние дети, они часто сидят в телефонах, разные различные игры играют, как Синий кит там или еще что-то. Тағы да басқа. Roblox, вот это. Вообще разница большая, да? На самом деле. Когда я пришла и взяла своих первых детей, и я сравниваю их сейчас с которыми у меня, то есть те дети, которые были в 0 классе, по окончанию знали екі жүз сөздер білген. А сейчас и 20 не знают. То есть мотивациясы жоқ. Мотивациясы жоқ. Я шынымен енді негізі андай күшті отырық та, мысалы сіз балабақшадан балаларды жаңағы мектепке дайындайсыз, сіз мектепте балаларды студенттік өмірге, үлкен өмірге дайындайсыз. Мысалы балабақшада да ондай қиындықтар бола ма? Балалар телефонға кіріп кететін, ондай болмайды, иә? Қиындықтар жоқ Бізде бізде. қиындық жоқ, иә. Шынымен енді өздеріңіз осы ұстаздық өмірлеріңізде ең қандай қиыншылық болды осы өздеріңізде? Осы нәрсе маған қиын болды, бірақ мен оны жасадым, жеңдім, ары қарай өтіп кеттім деген бір өздеріңіздің бастарыңыздан өткен оқиға ма, тағы да бар ма сондай бір қиын сәттер болған? Қағазбен жұмыс. Қағазбен жұмыс жасау қиын ба сізге? Ең бастысы, да. Жаңағы күнделік бар толтыратын, соған бәрін айтып отырсыз ба, жоқ ондай емес па? Журнал. Мен как с детьми вначале работать было. Вот это тяжело. Был чуть такой небольшой страх, да, как работать, да, с ними, как найти подход. Вы помните свой первый класс, да, который вам дали как классный руководитель? Да, мен сыныпқа кірдім. Онда я говорю, балалар, бүгін нешесі, олар көзіме қарап білмейді. Я говорю, дәптерлерді ашамыз, говорю, жазамыз, бүгін такое-то, қыркүйектің такое-то число. Они на меня қарап, біз не можем писать, говорит. Қазақша жаза алмаймыз дейді. Иә. Вот мен таң қалдым онда. Сол қиын болды сізге. Иә. Қалай үйрену оларды? Әріптерден бастаймыз. Әріптерден сөз құрау дейсіз ғой. Сол қиындық болды сізге. Бірақ қазір нормально. Иә. Жазалады. Иә, қазір балалар уже жазылады. Көрдіңіз бе, сіз, значит, ол этаптан да өттіңіз. Бірақ олар чат GPT мен жұмыс істейді. Қазір чат GPT деген балаларға қатты оңай болып кетті, шынымен де. Чат GPT-ға жазады, шыққан нәрсені дәптерге көшіре салады, сізге алып келеді, да? Иә, даже не смотрит, что перепис. Бірақ мен ойлаймын да, бізде жұмыста қолданамыз ғой чат GPT, там текст құрап беруге, бір нәрсе істеп беруге. Бірақ все равно адамның өзі жазғанымен и чат GPT-дің жазғанымыз айырмашылық бар сияқты да, все равно да. Иә. Біз андай жүрекпен жазамыз ғой енді любой нәрсені жазғаннан кейін. Ал чат GPT андай бір аккурат четко келтіріп береді негізінде, иә. Сразу айырасыз ба? Баланың жазғаның и чат GPT-ні айырған өзіңіз сразу различаете, да? Иә. Әрине. Бірақ балалар айтады, жоқ, мен өзім жаздым дейді шығар, да? Да, ну, ең басында вот напишет же, да, посмотрите, или я тебе еще могу вариант, и они даже осы жазады. Бәрін көше салатын болып тұр ғой. Иә. Тамаша. Енді сізде ондай енді қиындықтар жоқ шығар, әріп не деген ондай жоқ шығар. Бірақ енді сіз де өзіңіз бірінші балабақшаға келгенде все равно андай бір қорқыныш болған шығар. Жоқ.
бала жоқ. Спокойно Кіріп кеттің сразу. Бірақ енді кішкентай балалар енді жарайды. Сіз нешінші классқа сабақ бересіз? 1-ші, 4-ші және 8-ші Бірінші, төртінші, енді олар андай бір уже ақыл сана сезімі бар, кішкене біледі ғой. Мына жақта балалармен енді қиын нәрсе ғой, шынымен де балалармен, кішкентай балалармен жұмыс жасау дейтін. жоқ, 2 жастағы балалар түсінеді қазақша. Түсінеді. Менде өз тобымда жартысы қазақ балалар, жартысы орыс балалар. Бірақ бәрі қазақша сөйлейді. Қазақша бәрі сөйлейді. Да, тамаша, керемет. Қандай қиындықтар болды өзіңізде? Андай бір мектептің нәрсесі ме? Өзіңізде қандай қиындығыңыз болды осы мектепке, балабақша келердің алдында? Бір қорқыныш, іштей бір нәрсе. Колледжға түскен кезде ойлағам, бір жеті оқып тастаймын, сосын мектепке кетемін деп, қиын болады деп. Сосын жоқ, бір жеті оқып ойлағам, маған осы ұнайды, мен қалам, 4-ші курсқа шейін жетем, диплом алып бітірем. Қазір жоғары университетте оқисыз. Қайда? Байтұрсынов атындағы да. Тамаша. Жалпы енді мұғалімді жақсы қылатын мұғалімде қандай өзінде бір нелер болу керек? Качество деп айтады ғой жалпы. Вот какие качества должны быть у учителя, который вот хороший учитель деп айтады ғой, сонда қандай қасиеттер болу керек? Как вы думаете? Ең бастысы міндетті түрде балаларды сүю керек. Мейірімді болу керек. Современный болу керек. Трендтан қалмау керек, да? Найти общий язык с детьми. Да, самый, да. В общем, балалармен на одной волне болу керек қой негізінде, да? Енді сізде енді балалар қазақша мультиктер қарайсыздар ма? Бар ма? Бірақ мен ойымша осы Қазақстанда қазақша мультик контент аз деп ойлаймын, да? Аз ғой? Контент аз, бар мультиктер, который қазақша прям. Контент аз, және де андай, мысалы, анан синий трактор, акуленокты бәрі біледі ғой. Бізге бір қазақша сондай бір мультик керек сияқты. Біз в основном ертегілерді қараймыз. Или ертегілер мандай баста өлең қалып қалатын деген сияқты ғой. Сондай керекті, сондай контент керек сияқты менің ойымша. Қалай ойлайсыз? Акуленок, синий трактор бар қазақша. Да? Иә. Бірақ ол енді андай бір менің ойымша бір қазақи нақышта нәрсе керек та. Мысалы Алдар Көсеннің мультиктері болып еді, Қошқар мен Теке деген сияқты да. Біздің қазақтың танына жақын, сондай бір қазақша мультиктер керек сияқты деп ойлаймын негізі. Ондай проблема бар деп ойлайсыз ба негізі? Жоқ. Проблема жоқ бізде. Сіздерде вообще проблема жоқ. Проблема жоқ, бәрі жақсы, бәрі күшті. Енді жалпы андай бар ғой. Мысалы біз мектеп оқыған кезде бізде де андай мұғалімдер болды да. И біз әр мұғалімнің жаңағы өзінің бір фразасы болады, или бір принципі болады да. Мысалы бізде бұрында апай болатын, ол атпен атамайтын. Шулап отырасы ғой, мысалы фамилиясын айтады, значит все түсінікті. Келесі айтса, значит 2 қояды. Сол сияқты енді өздеріңіздің бір фразаларыңыз или бір принциптарыңыз сондай бар шығар. 1, 2, 3 мен деп санаймын, иә. Немесе тынышталамыз деймін. Уже балалар да біледі уже, да? Иә. А сіз уже бастап атқанда уже тынышталады балалар, да? Тамаша. Сізде? Мен балаларға айтамын, қазір тұрамын деп, олар сразу отырады. Отырып кетеді, либо жатады ұйықтауға сразу. Тамаша, күшті. Как вы поддерживаете интерес учеников к обучению? Осындай сұрақ. Қалай қызықтырасыз енді оларды сабақты? Ойын арқылы. Ойын арқылы, иә. Қазір не бар? QR код мен тапсырмалар. Вот арқылы. Тағы не бар? Негізі ойын арқылы да көп жеткізесіз. Ойын арқылы, жаңа QR код, әйтеуір трендтен қалмайсыз негізі. Сіздерде? Біз балаларға... Балабақшада балалар келеді, таңертең келеді де, вообще бір айтып беріңізші, балалар балабақшада не істейді? Енді мен өз басым кішкентай кезімде садикта болған емеспін. Мен өзім бір күн бардым, бір күн целый день жылағам. Сонда әжем айтты, құрсын өзім бағам деген ғой. Сол сияқты. Қалай балалардың расписаниесі қалай басталады, соны айтып беріңізші. Ата-анасы әкеп ұстайды сізге, сосын 6:50-де балалар уже келе бастайды. 6:50-де?
сағат 8-ге дейін балалар келеді, сосын біз гимнастикаға барамыз. 8-15-те таңғы ас, сосын сағат 9-дан 10-ға дейін сабақтар. Қандай сабақтар болады сонда? Менде кіші топ, оларда сенсорика, қоршаған орта әлемі, дене шынықтыру, музыка, сол сабақтар, сурет салу, мүсіндеу. Сосын сағат 10-да екінші таңғы ас, таңғы астан кейін далаға шығамыз сағат 11-ге дейін. Сосын 11-10-да түскі ас, 11:40-та ұйықтауға жатады. 14:45-те балалар оянады, гимнастиканы жасайды. Содан кейін полдник, сағат 3-те, 4 кезінде дене шынықтыру, 5 кезінде кешкі ас, и сағат 6-тан бастап 7-ге дейін балаларды алып кетеді. Алып кетеді. Тамаша, күшті кәдімгі. Жалпы енді керемет гимнастика, дене шынықтыру, қоршаған орта дейтін кәдімгі андай бастапқы этаптарға балалардың да, тамаша. Енді өздеріңіздің осы мұғалімдік кезеңдеріңізде или практикаларыңызда бір қызықты оқиғаларыңыз болса, или бір сондай бар шығар енді, по-любому болады. Мұғалім болғаннан кейін бір қызықты оқиғаларыңыз болса, соны бөлісе отырыңыздар. Сізден бастайын, сіз жақтан бастайық, сол сіз ойлаңыз қандай бар деп. Сізде қандай бір қызықты оқиға, там кейбіреулер болады, там балалардың келмей, кешкі 8-9-да или ұмытып кеткен балаларын. Менде болған бір бала түске дейін жүрген садикта, сағат 12-ге дейін. Сосын сағатқа қарасам, сағат 1 болды деп, бала әлі жүр балабақшада. Бәрі ұйықтап жатыр, ол жүр. Сосын әкесіне жазғанбыз, вот это я забыл, извините, я еду деп. Баласын ұмытып кеткен ба сонда? Баласын ұмытып кетті. Ондай часто болады жария негізі? Жоқ, бірінші рет болған. Бірінші рет, қызық, шынымен де ондай ситуациялар болады, өйткені ата-ана постоянно жұмыста, осы бала шағаның қамын деп жүгіріп жүреді де, кейбір кезде ондай да болады негізінде да. Сізде? Жоқ. Енді бір болған шығар, бір қызықты оқиға ма, там. Жоқ? Енді осы бастап келе жатқан, енді сіз неше жыл болды мұғалім жұмыс істеп жүргеніңізге? 10 жыл. 10 жыл, сізде? 3 жыл болды. 3 жыл да? Декретпен бірге. Декретпен бірге. Енді қазір енді мысалы бастап келе жатқан, мен мұғалім боламын, мен ұстаз болғым келеді дейтін жандарға өзіңіздің бір советтарыңыз болса, айтып жүресіз бе? Неден бастау керек? Не мықты болу керек? Оқу керек. Верить в себя надо. Да. Не стесняться, не бояться. Идти только к цели своей. Да. Да? Какую-то цель поставил, ты к ней и должен до конца дойти. Адам бірінші мақсат қоя білу керек қой, сосын уже сол мақсатқа жете білу керек. Хотя бы не большую, а вот маленький. По чуть-чуть шагами. Бүгін ұстаздар күні ғой, бұл подкаст бүгін шығады деп ойлаймыз. Ануар мырза. Қазір енді ұстаздарды құттықтап жүрсеңіз, сізден ана камераға, Ануар? Ана камераға қарап, бір-екі ауыз ұстаздарды құттықтап жүрік, сосын сіз мына камераға қарап құттықтайсыз. Құрметті ұстаздар, сіздерді кәсіби мерекелеріңіз мұғалімдер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге ең бастысы денсаулық, мол бақыт, ашық аспан, енді Шабыт, табыс тілеймін. Әмин, рахмет. София ханым, сіз ана камераға қарап құттықтап жүрсеңіз болады. Поздравляю всех своих коллег с профессиональным праздником. Желаю вам счастья, здоровья, чтобы ученики были хорошими, послушными. Самое главное — здоровье. Да, шынымен де. Біз бұрында, когда желали денсаулық, здоровье деп айтамыз, как будто это было банально, да, но когда был карантин, да, мы все поняли, что здоровье — это самое главное, денсаулық болса, денсаулық болмаса адамға еш нәрсе қызық емес негізі шынымен де. Қыздар, сіздерге рахмет. Ұстаздар, келгендеріңізге рахмет.
сіздермен сұхбаттасқанына мен де бақыттымын. Жалпы садикта қалай өтетінін енді мен енді біліп отырмын. Мысалы сізден және де сізде осы сіздің әкеңізге рахмет, сіздің атаңызға рахмет. Осы қазақ тілге сіздерді жетелеп, қазақ тіліне сіздерді қазақ тілге жетелеп, осы қазақ тілінде өздеріңіздің жаңа шабыттарыңызды ашып, мысалы мүмкін сіздің әкеңіз болмаса, мысалы атаңыз болмаса, мүмкін сіздерді қазақ тілге мүмкін үйренбейтін едіңіздер да, ол да мүмкін ғой. Сондықтан да осылай біздің мемлекеттік тіліміз, қазақ тіліміз дами берсін. Сіздердің мектептеріңізге табыс тілеймін, балаларды тәрбиелей беріңіздер. Алдында мен де осы воспитательдармен кездескем, и мен оларға айтамын да, ваша профессия — это самая главная профессия в жизни деймін. Неге дейді? Я говорю, потому что вы строите фундамент детей. Балабақшадан басталады ғой бәрі. Бәрі балабақшадан басталады. Қалай болады, қалай мысалы тәрбиешілер бағыт береді, қалай фундаменттен құяды, бәрі осы воспитательдардан басталады. Гуманитарный колледжден келген воспитатель қыздар. Сіз сонда оқыдыңыз ба? Жоқ, Қостанай жоғары. Пик колледжде, сосын мектепке береміз, уже мектеп ары қарай сол фундаменттің кірпішін салып, терезесін жауып, крышасын жауып, бәрі бір-біріне байланысты. Сондықтан да сіздердің мамандықтарыңызға табыс тілеймін, аман болыңыздар, ауырмаңыздар, ең бастысы шынымен де денсаулық. Құрметті қостанайлықтар, құрметті Қостанайдың ұстаздары, облысымыздың ұстаздары, сіздерді шынымен де мерекемен құттықтаймыз. Еңбектеріңізге табыс, еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай. Рахмет.